Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабек қызы бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын синнабон булочкаларын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Синнабон булочкамыздың құрамына ұн, апара дайындауға ұн, қант, жылы сүт, ерітілген сары май, бір жұмыртқа және ашытқа қажет болады. Апара дайындайтын боламыз. Ең алдымен қантымызды, ашытқымызды, ұнымызды және жылы сүтімізді құйып, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа көтерілгенше қойып қоямыз. Енді үлкен ыдысымызға ұнымызды, жұмыртқамызды және ерітілген сары майымызды құйып, дайындап аламыз. Апарамыз осылай көтерілгеннен кейін бір араластырып алып, ұнымызға құйып, қамыр илеуге кірісеміз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды жылы жерге жақсылап көтерілгенше бетін жауып 30-40 минутқа қойып қоямыз. Енді қамырымыздың ортасына салатын салмасын дайындап аламыз. Ол үшін қант, какао және корица қажет болады. Барлығын біріктіріп, жақсылап араластырып аламыз. Міне қамырымыз көтерілді. Енді бір басып алып, оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Жайған қамырымыздың үстіне ерітілген сары майымызды барлық жеріне жеткенше жақсылап жағып шығамыз және дайындаған корица қосылған қантымызды барлық жеріне сеуіп шығатын боламыз. Енді дәл осы видеода көрсетілгендей жақсылап орап аламыз. Енді табамызды дайындап аламыз. Дәл осындай сізде шыны таба болса, бола береді, болмаса формаға салып пісірсеңіз де болады. Үстіне қалған сары майымызды құйып, барлық жеріне жағып шығамыз. Енді дайындаған қамырымызды бірдей етіп 8-9 бөлікке бөліп, формамызға саламыз. Булочкаларымыз дайын болды. Енді тағы да жақсылап көтерілгенше жарты сағатқа бетін жауып жылы жерге қоямыз. Булочкамыз көтерілді. Енді қызып тұрған пеште 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Енді бетіне жағуға крем дайындайтын боламыз. Ол үшін қант ұнтағы, кілегей және творожный сыр қажет болады. Мен қант ұнтағы болмаған соң қантты қолдандым. Ең алдымен творожный сырымызбен қантымыз ерігенше жақсылап миксерлеп аламыз. Енді үстіне кілегейімізді құйып, бұны да миксерлейміз. Креміміз дайын болды. Дәл осындай қалыпта болады. Міне біздің синнабон булочкаларымыз пісті. Енді суығанша салқын жерге қойып қоямыз. Булочкаларымыз өте жұмсақ әрі воздушный болып көтеріліп пісті. Булочкаларымыз суығаннан кейін үстіне дайындаған кремімізді жағып шығамыз. Мен сәл асығыстау болдым, сондықтан сәл ыстықтау күйінде жақтым. Сіздер суығаннан кейін жағыңыздар. Міне біздің синнабон булочкаларымыз дайын болды. Енді әдемі ыдысымызға салып, отбасымызға ұсынамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте ерекше болып шығады. Достар, видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабек қызы. Астарыңыз дәмді болсын.